Домбыра, сендемін бар ма, мінсіз болсаң тіл бар ма? Тіл жоқ деуге бола ма, тілден анық үн барда. Домбыраның күші мол, көмейінде күй барда. Домбыра бүгінгі сабағымыздың арқауы болмақ. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Әдебиет әлеміне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтановтың «Күй аңыз» әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін эпилог, прологтардан анықтау. Бағалау критерийі әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін таниды, сюжеттік желісін түсінеді. Қанша заман өтсе де, құнын жоймайтын, халықпен бірге мәңгі жасайтын шығармалар болады. Мұндай туындыларды бір қаламгердің еңбегі ғана емес, бір дәуірдің айнасы, бүкіл бір елдің мұрасы деген жөн. Тахауи Ахтановтың «Күй аңыз» әңгімесімен танысамыз. Жазушы Тахауи Ахтанов 1923 жылдың 25 қазанында Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шетірғыз ауылында дүниеге келген. Ұстаз болуды армандаған жас жігіт Алматы қаласына келіп, 1940 жылы Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық институтқа оқуға түседі. 1941 жылы соғыс басталып, студент Тахауи Ахтанов екінші курста оқып жүргенде өзі сұранып майданға аттанады. Майдан шебінде жүрсе де, қолынан қаламын тастамай, әскери газет-журналдарға мақалаларын жариялап жүреді. Тахауи Ахтанов қаламынан әңгіме, хикаят, роман және драмалық шығармалар өмірге келді. Жазушы өз басынан өткізген, көзі көрген Ұлы Отан соғысындағы жағдаяттарды «Қаһарлы күндер» атты романында жазды. Дала сыры хикаяты үшін жазушыға 1966 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Өмірде болған оқиғалармен және де өмірде күнде көріп жүрген, күнде кездесіп жүрген кейіпкерлерінің жан дүниесімен, әлеммен құнды. Ол кейіпкерлерді сырттан іздеп, немесе бір басқа бір қиял арқылы оны жасандырып іздеп, соны сомдап жетпей, ол осы өмірде сізбен біз көріп жүрген күнделікті адамдар болуы мүмкін. Нар идірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген күй құдіреті, күйшінің хас шеберлігі. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік адамгершілік мазмұнда сипатталады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан түзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған аруана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып, домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шалмен бойжеткен қызы бар бір қара шүйге түседі. Шал малдың күйге елік етінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолқа салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп, су алған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған. Құрметті оқушылар, сіздермен «Сен білесің бе» деген тапсырмаға түсінік беріп өтейін. Еске түсіру қайталау негізінде. Әрине біз 5-ші сыныптан бері таныспыз. Тақырып, идея, сюжет, экспозиция, композициямен. Әңгіме дегеніміз оқиғаны баяндайтын қара сөзбен жазылған көркем шығарма. Тақырып жазушының шындық болмыстан таңдап алған өмір құбылыстарының тобы. Идея жазушының өзі баяндап отырған өмір құбылыстары туралы айтпақ ойы,
өмір құбылыстарына берген жазушының бағасы. Сюжет шығарманың нақты мазмұны немесе оқиғасы. Ал экспозиция дегеніміз сюжеттің басталуы және оның кіріспесі. Композиция көркем шығарманың құрылысы, әңгімеміздің құрылысы оның композициясы деп айтамыз. Бүгінгі бізге қосылып отырған екі тақырып эпилог пен пролог. Осыны есте сақтап алыңдар. Эпилог дегеніміз көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Көркем шығарманы қорытындылайтын ой, түйін. Ал пролог көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Ал енді балалар, шығарманы оқып танысқан кезде естеріңізде тұрсын. Пролог оқиғаның бастамасы қалай, кіріспесі қалай. Ал эпилог қорытынды ой, түйін. Оқиға немен аяқталып отыр? Жазушы не айтпақшы? Ой қандай? Оның тақырыбы не жайлы? Шешімі қалай болады? Деген ой естеріңізде болсын.